Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында қызанақ шырын жабатын боламыз. Қысқа сақтаймыз, яғни банкаға жауып, алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Қызанақ шырынымен бірге, сіздермен бірге бүгін лечо салатын да дайындайтын боламыз. Сол үшін видеомды соңына дейін көріп, мені қолдап кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын жуып дайындап алатын боламыз. Қызанақтарымыздың еш жері ұрылмаған және де жұмсақ болмау керек. Қатты түрін таңдап аламыз. Банкаларымыздың барлығын жуып дайындап, буға стерилдеп аламыз. Енді барлық заттарымызды тағы да бір-бір сумен шайып, банкаға салатын боламыз. Алдымен укроптарымызды салып шығамыз. Одан кейін болгар бұрыштарын саламыз. Міндетті түрде жақсылап жуыңыздар. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Енді үстінен ащы бұрышымызды саламыз. Оның үстінен сарымсағымыздың 2 тісшелерін әр банкаға салып шығатын боламыз. Енді қызанақтарымызды жақсылап жуып, шіріген шірмегеніне қарап, тесіктері бар жоғына қарап салатын боламыз. Барлық банкамызға осылай видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Міндетті түрде дайындап қойыңыздар. Қыста рахаттанып тұрып жейсіздер. Барлық тағамдармен үйлесіп кете береді. Өте дәмді суын ішсеңіздер өте дәмді. Барлық банкамызға салып болғаннан кейін енді суымызды қайнатып қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін үстінен құйып шығатын боламыз. Құйып қақпағын жауып 10 минутқа қалдырамыз. Енді қалған қызанақтарымызды жақсылап тураймыз, майдалап турап, тұз сеуіп, қолымызбен жақсылап мыжып суын шығаратын боламыз. Егер де ет тартқыштарыңыз болса, ет тартқыштың көмегімен шығарып алып, осындай електен немесе сүзектен өткізсеңіздер болады. Мен осылай шығарып алдым суыны. Енді 10 минут өткеннен кейін банкадағы суларды төгіп тастайтын боламыз. Тағы да суымызды қойып, газға қайнағаннан кейін тағы да екінші рет құйып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Суыны құйып 10 минутқа қалдырғаннан кейін жаңағы томатный согымызды газға қойып қайнататын боламыз 10 минут. Қайнағаннан кейін екінші рет құйған суымызды да төгіп тастаймыз. Енді қайнаған томатный согымызды құямыз. Алдымен банкамызға лавролий листтің 2 данасын салып шығамыз. Одан кейін қара бұрыш саламыз. 1,5 литрлік банкаға 1,5 ас қасықта тұз саламыз.
Ал 1 литрлікке 1 қасық салып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп салып шықтық. Енді үстінен томатный согымызды құятын боламыз. Құйып болғаннан кейін қақпақтарын ыстық суға, қайнаған суға салып қоямыз. Оған дейін 70%-лық сірке қышқылын 1 шай қасықта құйып шығамыз. Енді қақпағын жауып, банкамызды жақсылап жауып тастаймыз. Жауып болғаннан кейін осылай ары-бері аунатып көретін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын, өте әдемі көрінеді. Енді салатымызды жабатын боламыз. Осындай салатты жаптым, лечо салатын қысқа арнап. Алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Жуып, болгар бұрыштарын осылай үлкен-үлкен етіп турап шығамыз. Толық рецептін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Менің арнама жаңадан қосылғандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, бірінші болып шыққан видеомды ең алдымен сіздер көре аласыздар. Енді болгар бұрышымызды турап болғаннан кейін баклажанымызды дәл солай үлкен-үлкен етіп турап алатын боламыз. Турап болғаннан кейін енді сарымсағымызды турайтын боламыз. Енді сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Бұл салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қыста рахаттанып тұрып жейтін боласыздар. Өте дәмді. Енді сәбізімізді қырғыштан өткізіп болғаннан кейін пиязымызды турайтын боламыз. Барлық заттарымызды турап дайындап алғаннан кейін қазанымызға май құйып, майымыз қызғаннан кейін пиязымызды салып аздап қуырамыз. Үстінен сәбізімізді салатын боламыз. Үстінен болгар бұрыштарымызды саламыз. Баклажанымызды саламыз енді.
Енді қызанағымызды үстінен салып, сарымсағымызды оның үстіне, ащы бұрышымызды тастаймыз. Бір данасыны дәмі шығу үшін. Қақпағын жауып, орташа отта қайнататын боламыз. Су шығып осылай қайнайды. Енді бәсеңдетіп қоямыз астыны. Енді лавролист жапырақтарын, қара бұрышымызды, тұз салып, бәсең отта қайнататын боламыз. 1 сағаттай қайнайды. Өте дәмді әрі тойымды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қыста рахаттанып тұрып жейтін боласыздар. Салатымыз дайын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай енді банкамызға қойып шығатын боламыз. Банкамызды алдын ала буға стерилдеп алатын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп құйып аламыз. Менде 2 банка шықты. Біреуі 2 литрлік, біреуі 1 литрлік. Барлық салаттарымызды құйып болғаннан кейін, енді крышкасына үстінен ыстық су құйып қалдыратын боламыз 1-2 минутқа. Енді банкамызға 70% сірке қышқылын жарты шай қасықта құятын боламыз. Қақпақтарымызды алып, ауызларын жақсылап беркітеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, аузын жақсылап ауа қалып кетпейтіндей етіп жауып, тексеріп, қысқа сақтаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді салат. Менің арнама тіркелмегендер болса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Салатымыз дайын көріп тұрғандарыңыздай. Бүгін мен сіздермен 2 рецептпен бөлістім. Пайдам тигеніне қуаныштымын. Егер де менің арнамнан қажетті рецепттерді таба алсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да рецепттер шығаратын боламын.